Кеңес армиясынан қалған әскер саны жағынан көп болса да, елімізді қорғаудың барлық аспектісін қамти алмады. Сондықтан әскерлердің оңтайлы құрылымын жасау және орналастыру бойынша барлық шаралар қабылданды. Теңіз шептеріне қол сұғылмаушылықтың стратегиялық тұрғыдан маңызды екенін негізге ала отырып, тұңғыш президенттің 1993 жылғы 2 сәуіріндегі жарлығымен әскери теңіз күштері құрылды. Олар бүгінгі күнде Каспий теңізінің қазақстандық секторында елдің аумақтық тұтастығы мен экономикалық мүдделерін қорғауда. Еліміздің әуе шебін қорғауға ерекше мән беріліп, 1998 жылғы 1 маусымда әуе қорғанысы күштерін құру туралы жарлыққа қол қойылды. Геосаяси жағдайдың өзгеруіне байланысты құрлық әскерлері тобының құрылымы түбегейлі өзгерді. Жаңадан құрылған құрамалар мен ұдайы жауынгерлік әзір бөлімдер орналасқан оңтүстік және батыс бағыттар айтарлықтай күшейтілді. 2000 жылы оңтүстік, шығыс, батыс және орталық әскери округтері құрылды. Кейіннен олар толық қамтылған және жауынгерлік қабілетті әскер тобы ретінде оңтүстік, шығыс, батыс және Астана өңірлік қолбасшылықтары болып қайта құрылды. 2000 жылғы 6 шілдеде аэроұтқыр әскерлері құрылып, кейіннен олар десанттық шабуылдау әскерлері болып қайта ұйымдастырылды. Сол уақытта жеке әскер түрі ретінде зымыран әскерлері мен артиллерия құрылды. Олар құрлық әскерлерінің негізгі жойғыш күші болып табылады. 2003 жылы қарулы күштердің 3 құрылымы, құрлық әскерлері, әуе қорғанысы күштері мен әскери теңіз күштері түпкілікті бекітілді. Бұл құрылым ел қорғанысының заманауи қажеттіліктеріне барынша сәйкес келеді.